Барлықтарыңа салам достар, сендермен видеоның артта тұрған бұл мен Жандос. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгін біздер 24 сағат Кайзен сериясын түсіретін боламыз. Сендер видеоны қарап отырмай, видеоға лайк басып, арнама жазылып мені қолдап отырыңдар. Ал енді біздер видеоға кеттік. Мінекей Кайзенға да жетіп келдік. Менің байлығым 2.700.000-ка. Ставка 200-ка тігеміз. Ставканы тіктім, 200-кадан В1 ойнап жатырмыз. Бұл жолы без аним ойнаймыз, без тактика. Осыдан ұтсам 600-ка шығады. И сюда ұтып кеттік, короче, айбай. Келесі сал ұтып кеткенбіз. Қалай болды, короче, плюс 600-ка. И осы жол блэкджектен де жолым болып қалар деп блэкджекке келіп 50.000 рублейімді тіктім. И дилерде 8 очко, менде де 8 очко. И менде 18 очко. Взять хватит, давай хватит. И дилерден очкосы 14. И сюда ұтып кеттік, короче. Айбай, осы жол жаман жолымыз болып отыр, короче. Және де блэкджекте жолым болып 100.000 рублей ұтқан соң мотивация алып, және ставка тіген дейін. Бұл ставканы 60.000 рублейге көтердім. Дилерде 2 очко, менде 9 очко. Менде 11 очко, короче. Осыдан блэкджек түсірсақ. Айбай, блэкджек. Сюда жолым болып атыр өзі бүгін. Енді по-любому ұтып тұрмай, короче. Қыз болмай кетті, короче, барып Кости ойнайын. Мен және де Костида 200-ка мен В2 ойнап жатырмын. Ой, ставка қойып үлгере алмай қалдым. Осы жол кім ұтады? Сигма Калашников деген бала 1 очкомен өтіп кетті. Осы жол қатысамыз. Ставка 250-каны қоямыз. Осы жолда без тактика көреміз. Давай. Ой, және Сигма Калашников деген бала өтіп кетті. Шықсам ба? Қой. Давай, осы жол аним қолдап көреміз. Аним 51-де 5 секундта. Ставка қойылсын. Ставканы тігеміз. Давай, аним даярлаймыз. И басталды, короче. Аним 55 секундта. И давай. И сюда, короче, 500-ка плюс. И Сигма Калашник ұйықташы бар, ей. 3 миллион қалтада, талтаңдасаң талтаңда ғой, короче. Кейін ставкаға 700-каны тіксем ба деп тұрып, блэкджек ойнап кеттім, короче. Бұл жолда блэкджекте жолым болып қалар деп ставканы 50.000 рублейден бастадым. Ойында басталды. Дилерде 10 очко, менде 10 очко. И менде 12 очко. Айбай, осындай очколар, короче. Адамды қинайды же. Зейтті бассаң, асып кетеді. Көрейік. Айбай, айттым ғой, короче. Асып кетті 21-ден. Енді дилерге де 21 очкодан жоғары балл тілейміз. Бап, дилерге 21 очко түсіп кетіп, бәрімізді қатады ғой. Блэкджекте жолым болмаған соң Костиға айналып келдім. И ставка 164-ка екен. 5 адам ойнап жатырмыз. Осыда ұтып кетсек потолок болады. Айбай, ұтылып қалдық. Мен тағы да ойнайын деп шештім. Бұл жолы ставка 200-ка 5 адам ойнап жатырмыз. Осыда ұтатын болсақ почти 1 лям шығады ғой. Тактика қолдаймыз. И еба, ұтылып қалғансың ғой. Қой, стол ауыстырмасақ болмай кетті аты. Мен басқа столға келдім. 200-кадан В2 ойнап жатыр екен. И аним қолдап ұтып ақшамызды алып кетеміз ғой, короче. И давай. И сюда плюс 400-ка, короче. Бағана қадалған ақшамызды смело шығарып алдық қой, короче.
Мен тағы да ойнайын деп жатырмын. Бұл жолы да ставка 200к. Бұл жолы 2 адам ойнайын деп жатырмыз. Şu 3 adam eкен. Давай, ойын басталды. Анем қолдаймыз. Бұл жолда ұтып кетсек базар жоқ, короче. Еба сюда плюс 600к, короче. Балик 3.300.000 болды ғой, короче. Мен мына жақта софт деп жатыр ғой. Айбай, қандай көре алмаушылық бұл. Осы менің последний ставкам. 200к-дан В1 5 адам ойнап жатырмыз. Анем қолдап. Айбай, бір секунд кешіп қалдым. Еба сюда плюс 1 лям. Балик 4 лям. 4 лям. Қалтада талтаңдасаң талтаңда. Достар, менің сендерге жаңалығым бар. Мен осы видеодан алдын миллионға жол рубрикасын түсірген болатымын. Мен осы дәрежеге шекем дамығанымды, не істегенлерімді бәрін видеоға түсіргем. Өкінішке орай бәрін өшіріп алған болатымын. Мен енді миллионға жол рубрикасын түсірмеймін, бірақ бұл ютубқа видео шықпайды деген сөз емес. ютубқа видео шығады, әрине басқа рубрикалар түсіреміз. Мысалы, семья дамыту. Айтқанша, менің өзімнің мафиям бар, жақында ашқан болатымын, доллар деген. Егер сенің фамилияң доллар или долларс болатын болса, менің фамилиямда саған 2-ші ранг тегін. Видеоның соңына шейін қарағандарыңыз үшін рахмет, достар. Барлығыңды осы Таганрог серверінде күтетін боламын. Давайте.